Қырғызстан «Рэкетир» үш фильмін көрсетуге тыйым салды. Қырғызстандағы синематика кинотеатрлар желісі режиссер Ахан Сатаевтың «Рэкетир» жаңа кезең фильмі прокаттан алынғанын хабарлады. Компания мұндай шешімге нақты не түрткі болғанын түсіндірмеген. Дегенмен бұл шешім қылмыскердің ұлы Руслан Көлбаевтың түсірілім тобын күтіп алған туралы кадрлар тараған соң қабылданғанға ұқсайды. Көлбаев 2023 жылы арнайы операцияда көз жұмған қылмыс әлемінің серкесі Қамчы Көлбаевтың ұлы. Желіде тараған кадрларда Руслан Көлбаевтың актерларды қарсы алып, қонақ етіп, премьерада қызыл кілемде бірге жүргені көрінеді. Бас рөлді сомдаған Саят Есенбаев видео жариялап, Руслан Көлбаевтың фильмге қатысы жоқ екенін айтып, Қырғызстан билігін прокатқа рұқсат беруге шақырды. Оның сөзіне қарағанда, қырғыз көрермендері бұл фильмді ұзақ күткен. Айта кетейік, 18 ақпанда депутат Бақтыбек Марипов елде қылмысты дәріптейтін фильмдерді көрсетуге тыйым салуды ұсынған. Оның айтуынша, мұндай картиналар жасөспірімдердің санасына кері әсер етеді. «Рэкетир» 3 ақпан айының басында прокат куәлігін алған. Қырғызстандағы премьерасы 20 ақпанда өтуге тиіс еді. Ал Қазақстанда бұл фильм 13 ақпанда шығып, 3 күн ішінде рекордтық 657 миллион теңге жиды.